Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзбек халқының машхурда деп аталатын көжесін дайындайтын боламыз. Бұл сорпа өте дәмді әрі пайдалы болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қажетті заттардың тізімін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Машхурданы дайындау үшін бізге ет және көкөністер және бұл жердегі ең басты ингредиент маш керек болады. Бұл осындай жасыл түсті үрме бұршақ секілді дақыл. Сонымен қатар бізге осындай кішкене күріш қажет болады. Барлық қажетті заттарды осылай көбіктеп турап аламыз. Күрішті жақсылап жуамыз, ал машты 15-20 минутқа суға салып қоямыз. Ең алдымен қазанға аз ғана май құйып қыздырып аламыз. Үстінен етті салып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Мен шамамен 3 минуттай қуырдым. Енді үстінен пиязымызды саламыз, оны да шамамен 3 минуттай қызарғанша қуырамыз. Одан соң турап алған бұрышымызды сарымсақ және қызанақ қосамыз. Жақсылап араластырып, оны да 2-3 минут қуырып аламыз. Үстіне жарты ас қасық томат пастасын және 2 дана лавр жапырағын қосып жібереміз. Жарты шай қасықтай тұз саламыз. Және кішкене кориандр қосамыз, бірақ бұл міндетті емес. Барлығын араластырғаннан кейін үстіне сәбізді салып қуырамыз. Одан соң картошканы саламыз. Ет пен көкөністерді жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне 1,5-2 литрдей су құямыз. Қайнағанша қақпағын осылай жаба тұрамыз. Сорпамыз қайнағаннан кейін бетін ашып, тұзын, дәмін көреміз. Менде кішкене тұзы аз болып қалғандықтан, тағы да кішкене жарты шай қасықтай тұз салып жібердім. Енді қайнап тұрған сорпаның үстінен машты саламыз. Бір араластырып жіберіп, оттың астын баяулатамыз және бетін қиялап жауып, 40 минуттай қайнатамыз. 40 минут уақыт өткеннен кейін сорпамызға күрішімізді саламыз және де тағы да 20 минуттай баяу отта қайнатамыз. Көже осымен дайын болып пісіп шықты. Өте әдемі, бабымен барлығы піскен. Үстіне қалауыңызша көк шөп сепсеңіз болады, немесе қаламасаңыз сеппей қойсаңыз да болады. Машхурдамызды дастарханға ұсына берсек болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын, жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алда тағы түрлі рецепттер болады. Сіздермен болған Нұрзина.